Адамның өмірі неден тұрады? Азанда тұру, жуыну, шайыну, тамақтану, жұмысқа бару. Жұмыста обед ішу, түскі ас, анда-санда темекі шегуге шығу, телефонмен сөйлесу, кешке продукты сатып алу, азық-түлік. Сосын үйге келіп тамақтану, теледидар немесе интернетте отыру, балдарының сабақтарын қадағалау, тексеру, сосын қайттан жуыну, шайыну, ұйықтау. Болды. Почти әр адамның өмірі осыдан тұрады. Осы сәттерде күн өткен сайын, сағаттар өткен сайын, сіз өзіңізді бақытты сезінесіз ба? Өміріңіздің шын мәнінде, өміріңіздің иісін, дәмін сезесіз бе? Мен қазір өмір сүріп жатырмын. Мен өзімнің өмірім тәтті, өмірім қызық деп айта аласыз ба? Өзіңізді тірі адамдай сезінесіз ба? Кәртейгенде өміріңіздің қай шақтарын есіңізге түсіресіз? Қызық емес жұмысқа барып жүргеніңізді, қызық емес адамдармен қарым-қатынаста болғаныңызды. Нені есіңізге түсіресіз? Біз жұмысты не үшін істейміз? Үйімізді сатып алу үшін, үйдің төлемақысын төлеу үшін, тамақтану үшін, машинаға, пәтерге ақша жинау үшін. Дұрыс па? Қазір ақшамды жинап, сосын отпускқа шыққаннан кейін рахаттанамын дейді біріміз. Екіншіміз, қазір ипотекаға үй алып, соның бәрін төлеп болғаннан кейін, кредитімді төлеп болғаннан кейін рахаттанамын, бақытты боламын дейді. Машина алғаннан кейін бақытты боламын. Анау бір Европаға, Турцияға ма, әлде кез келген бір теңізге барғаннан кейін бақытты боламын дейді. Үшіншіміз, балам туылғаннан кейін бақытты боламын. Үйленгеннен кейін, тұрмысқа шыққаннан кейін, балам темекін тастағаннан кейін, күйеуім арақты тастағаннан кейін, басқа должностьқа тұрғаннан кейін, басқа жұмысқа тұрғаннан кейін бақытты боламын. Сол кезде рахаттанамын деп біз өзіміздің бақытымызды алысқа қойып қоямыз, горизонтқа. Бірақ соған жеткеннен кейін шынымен өзіңізді бақытты сезінесіз ба? Вот есіңізге түсіріп көріңізші, нені армандаған едіңіз, сол арман орындалған соң өзіңізді қанша уақыт бақытты сезіндіңіз? Мысалы, пәтер сатып алсаңыз, сол пәтерде өмір сүріп, қанша уақыт бақытты болдыңыз? Машина алғаннан кейін, сол көлікке отырған соң біраз уақыт бақытты болдыңыз, бір жылдан кейін бақытыңыз қайда кетті? Жаңа телефон алғаннан кейін бақытыңыз қанша уақыт болды? Қанша уақытқа созылды? Сол затқа, сол арманға жеткеннен кейін бақытымыз біраз уақыттан кейін жоқ болып кетеді. Как будто и не было. И содан кейін біз тағы да жаңа арман қоямыз алдымызға, жаңа цель қоямыз. Осыны алғаннан кейін мен точно бақытты боламын дейміз. Сөйтіп өмірімізді сосынға қалдырамыз. Осы затты алғаннан кейін, осы адамды кездестіргеннен кейін мен точно нағыз өміріме жетем, нағыз бақытты өмірге қолым жетеді деп өзімізді алдаймыз күн сайын. Ал егер келесі отпускқа дейін, кредитті төлеп болғанға дейін, машина, пәтер алғанға дейін жетпесеңізші, өміріңіз оған дейін үзіліп қалса не істейсіз? Бірақ жыл өміріңіз қалса не істейсіз? Сонда сіз бақытыңызға жетпей, сол күйі пустой өмір сүресіз ба? Ешқашан үйленбесеңіз, ешқашан бала сүймесеңіз, ешқашан тұрмысқа шықпасаңыз, сонда өмір бақи бақытсыз боласыз ба? Неге біз ылғи бақытқа бір әйтеуір себеп шарт қоямыз? Сол шарттар, себеп шарттар орындалса ғана мен бақытты боламын деп өзімізге айтамыз. Неге бақытқа условия қоямыз? Неге қазірден бастап, дәл қазір, осы секундтан бастап бақытты боламаймыз? Сіз қазір осы видеоны көріп отырып, өзіңізге сұрақ қойыңызшы.
Сіз бақыттысыз ба? Нағыз өміріңізді сезіп тұрсыз ба? Сұраққа жауапты комментарийға жазсаңыз болады. Мен обязательно оқимын. Адам бақытына сол адамның өзі кедергі. А точнее, оның ойлары, көзқарастары кедергі. Сол көзқарастармен жұмыс істеген маңызды. Ойларыңызды позитивке ауыстырған маңызды. Керемет жаттығу. Күн сайын кешке тамақ ішіп болғаннан кейін ба, жатар алдында ма, кешке ризашылық күнделігін жүргізу. Сол күнделікке кез келген дәптер сатып алып, осындай общий тетрадь, соны сатып алып, сол жерге блокнотқа ма 21 күннің ішінде 21 пункт мен бүгін неге ризашылығымды білдіре аламын деген сұраққа 21 ответ, 21 пункт жазу керек. Күн сайын 21 күннің ішінде. Негізі в идеале 40 күн. Себебі 40 күннің ішінде бізде әдет қалыптасады. 21 күн психика соған үйренеді. 40 күнде уже әдет болып қалады. Егер 40 күн тым көп десеңіз, 21 күн істеп көрсеңіз болады. Сол 21 пунктті, 21 жауапты күн сайын жазу керек. Оның кейбіреулері қайталануы да мүмкін. Мысалы, күн сайын мен күнге ризашылығымды білдіремін, аспандағы күнге. Ашық аспаныма ризашылықты білдіремін. Азанда көзім ашылғанына ризашылықты білдіремін. Осының бәрін 21 пункт қылып жазу қажет. Сонда сіз өзіңіздің ойыңызды позитивке ауыстырасыз. Егер күндеріңіз сұр болып, сұр түске айналып, қызық емес, өмірім жаман, бақытты емеспін, жұмысымда қызық емес, күйеуім жоқ, әйелім жоқ, балдарым жоқ, ешнәрсем жоқ деп өзіңізге күнде айта берсеңіз, тура сондай өмірді болашаққа программировать етесіз сіз. Біздің сөздеріміз, біздің ойларымыз бұл нағыз программа, компьютерден де күшті программа. Қандай ойды күн сайын ойлап жүресіз, қандай сезімде боласыз, сол ойларды ойлаған кезде қандай сезімде боласыз. Әрине қайғырасыз, мұңаясыз, настроениеңіз болмай, біртүрлі көңілсіз болып жүресіз. Сол сезімдерді сіз ойлаған сайын, сезген сайын арттырасыз болашағыңызда. Ал егер біз өзіміздің миымызды перезагрузкаға жіберсек, осылай өзімізді үйретсек, жайдан, азаздан, біз басқа сезімде боламыз. Ризашылықты білдірген кезде біздің эмоционалды көңіл күйіміз қатты көтеріледі. Осы жаттығуды 3 күннен кейін істеген соң, сіз уже перемены, өзіңіздегі переменаларды, өзіңіздің ойыңыздың ауысқанын байқайсыз. Өзіңіздің көңіл күйіңіздің ауысқанын байқайсыз. Осы жаттығуды істеп болған соң, осы видеоның астына өзіңіздің сезімдеріңізді жазып берсеңіз болады. Қандай сезімдесіз, қандай результаттар болды, көмектесті ма, неге ризашылықты білдіресіз. Осыны да комментарийға жазсаңыз, маған өте қызықты болады. Егер біз бақытты болашаққа қоссақ, мысалы, болашақта тұрмысқа шыққанда, бала туғанда, үйленгенде, жұмысқа тұрғанда деп, балам шылым тастағанда деп, осылай бақытты соған келістірсек, бұл не деген сөз? Бұл бізде тәуелділік бар деген сөз. Бұл бақыт емес. Мысалы, екі жас ажырасқан кезде бір-бірін ұрсып, жек көріп кетеді. Бірақ сонда да қатты бір-бірін сағынады. Не болып жатыр екен деп мұңайып жүреді, жүрегі ауырады. Бұл кезде бұл не деген сөз? Бұл сол екі жастың арасында тәуелділік бар деген сөз, зависимость бар. Олар оймен түсініп тұр, что екеуі бірге тұрамайды, екеуі сыйыспайды, екеуінің ойлары бөлек, бір-біріне вообще они не подходят. Бірақ бір-бірінсіз өмір сүре алмаймыз ғой деп өздері айтады өздеріне. Бұл не деген сөз? Бұл сол тәуелділік. Сол сияқты кез келген, мысалы, шылымнан тәуелділік болады, алкогольден тәуелділік, тәттіден тәуелділік, интернеттен, ойындардан тәуелділік.
басқа адамға тәуелділік, бұл зависимость орысша айтқан кезде. Осы бақытты біз басқа нәрсеге тіркесек, бұл да тәуелділік деген сөз. Біз шын мәнінде ол заттар келгенде бақытты сезбейміз. Негізі бақыт бұл тәуелсіз сезім. Бақыт ақша мөлшеріне, қасында адам бар жоғына, үй пәтер барына тәуелсіз. Бақыт бұл өзіміздің ішкі состояниеміз, ішкі көңіл күйіміз. Біздің қаншалықты өзімізбен қарым-қатынас құра алатынымыздың дәлелі. Өзіміздің бақытымызды басқа нәрсеге, сол болашақта болатын нәрсеге тіркесек, біз бұл сәтте өзімізді таппаған адам болып келеміз. Өзінің қандай екенін, өзіне не ұнайтынын білмейтін адамбыз. Өзін қалай бақытты қыла аламыз? Осы сұраққа жауабын таппаған адамбыз деген сөз. Сондықтан алдында айтқандай, ең бастысы өзінің ойларыңды, көзқарасыңды позитивке ауыстыру өте маңызды. Бүгінге осы, достар, сұрақтарыңыз қалса, осы видеоның астына жазсаңыз болады. Маған консультацияға жазыламын десеңіз, Инстаграмға кіріп, сол жерде тап линк деген парақшамның ең басында ссылка бар. Сол ссылка арқылы немесе Инстаграмдағы директ арқылы жазылсаңыз болады. Каналыма лайк қойып, жазылуға ұмытпаңыздар. Бұл маған өте маңызды. Менің осы еңбегімді жалғастыруға шабыт пен мотивация береді. Келесі кездескенше сау болыңыздар.